Айналайын қазағым. Бүкіл диктатура елдер көтеріліп жатыр. Енді бізге де жұғысты болсын деген келеді. Қазақ сенде жата берме. 34 жыл құл болып өмір сүргенім жетеді. Мына уақыт жақындағанда биліктің иттері халықты жағын сөйлеп қалыпты. Халықтың жағдайын ойлап қалыпты. Мен сіздерге айтайын, олардың да бастарына күн туатынын сезіп, халықтың қамын ойлап жатқан қаншама шакалдар, шакал деген бөрілер дейді. Шакалдар, солар қаптап шығып жатыр. Бірақ оларға сендер алданып қалмаңдар. Мына шакалдар үріп жатыр, қаңқылдап жатыр, халықтың жағдайын айтып, чиқылдап жатыр. Сеніп қалмаңдар.